Белгілі клипмейкер Асқар Ұзабаев 3 ай бойы шәкірт тәрбиелеп, өткен аптада оларды түлеп ұшырды. Еліміздегі көптеген бейнебаяндарды жарыққа шығарған Асқар мырзаның бұл алғашқы қадамы. Расменде бұл алғашқы қадам. Өзімді бірінші рет ұстаздық қырымнан көрсетудем. Бұл мен үшін тәжірибе. Осы уақыт аралығында мен де көп нәрсені түсініп, үйрендім десем де болады. Мұндай бастаманы қолға алудағы басты мақсаттардың бірі білікті маман тәрбиелеу болса, екіншісі мен клипмейкерлікке оқыған кезде бейнебаян түсіріп, өзінің жиған тәжірибесін үйрететін адам болмады. Сондықтан да қазақстандық бейнебаяндардан көрген білгенімді шәкірттеріме айтып бердім. Ұзабаев мырзаның бағыт-бағдар беріп қана қоюының да өзіндік себебі бар. Жігіттер өздігінен жұмыс істей алады. Олар алғаш келгенде техника жағын жақсы меңгерген еді. Сондай-ақ камераға да түсіре алатын. Сондықтан да біз шығармашылық жағынан жұмыс істедік. Ұстаздықты енді ғана қолға алған Асқар мырза тек шығармашылық жағынан ғана емес, дәл мұғалімдер секілді психологиялық тұрғыдан да қолдау көрсетіпті. Бұл дәрісте жігіттердің тұлғалық болмысын қалыптастыру маңызды болды. Сондықтан да мен оларға жұрт сіздерді тұлғалық ерекшеліктеріңіз үшін жақсы көріп бағалайды. Себебі сіздер дәл осылай түсіре аласыздар деп айтып отырдым. Ұстаз Ұзабаев мырза шәкірттерін түлеп ұшырмас бұрын олардың еңбектеріне көз салды. Бұл Асқар мырзаның алғашқы қадамы. Алдағы уақытта өз жалғасын табатыны әзірге белгісіз. Себебі клипмейкердің қолы бос емес. Осындай үлкен сұранысқа ие маманнан дәріс алған 5 болашақ режиссер қазақ өнеріне үлкен үлес қосады деп сенеміз.